Армысыздар ағайын. Бүгін міне 15 желтоқсан 2019 жыл кешкі сағат 10:30 уақыты. Ертең амандық болса, Құдай қаласа, 16 желтоқсанда сағат 12-де Сатпаев көшесі мен Желтоқсан көшесінде қиылысында орналасқан біздің апа аналарымыз және апайларымыз, ағаларымыз осы жан кешті болып, жандарын қиып, осы 1986 жылы желтоқсан айында бізге тәуелсіздік алып берген күніне келіп, гүл шоғын қою рәсіміне қатыссаңыздар өте жақсы болатын еді. Сол жерде күтеміз сағат 12-де сіздерді. Армысыздар алашұрты. Ертең айтқандай, осы азаттығымызға бейбіт күннің себепкері болып отырған қыршынан кеткен құрбандар Сәбина, Ләззат, Ербол ағамыз, Қайрат ағаларымызды еске алу, және де барлығымыз білеміз, тарихта қаншама өр рухты апайларымыздан, ер азаматтарымыздан айырылдық. Сол кісілерге тағзым болсын. Гүл шоқ қою рәсіміне міндетті түрде барлығымыз алашұрты сағат 12-де алаңда жиналайық. Біз өткенді ұмытпаймыз. Өткенімізді біліп қанақ біз келешегімізге қадам басаламыз. Тағы да бір әттең-ай өкініш, ол 2011 жылы 16 желтоқсанда Жаңаөзен қаласындағы мұнайшылардың құрбаны және бейбіт халықтың қарапайым мерекені тойлауға шыққан бауыр қарындастарымыздан, аға апайларымыздан айырылдық. Соларға да гүл шоқ қою рәсімі тағзым болады. Біз ұмытпаймыз ешқашанда. Және бұл оқиға 2011 жылда болған, ол өзіміздің байрағымыздың астында, елтаңбағымыздың астында, азаттығымыздың астында болған жайт. Бұл әлі күнге шейін жасырын болып келе жатыр. Өзге өңірлер, мектеп оқушылары, студенттер бұл жайында әлі де хабардарсыз. Бұны ашық кітаптарға енгізгенін талап етем, және студенттерге айтқан талап етем. Өйткені бұл өте ауыр қайғы. Бұл бейбіт күнде өз азаматтарымызды, өзіміздің ұлтты қорғау керек, мемлекетті қорғау керек, халықтың тыныштығын қорғау керек. Халықтың салығының арқасында айлық алып жүрген полиция азаматтары оқ жаудырған өзіміздің халыққа. Біз оны ешқашанда ұмытпаймыз. Бұның барлығын өзінің саяси бағасын алуын талап етеміз. Өкінішке орай, осы ағайындар төсекте жатып төңкеріліс жасамай, келіңіздер, алаңға келіп, тағзым етіп, гүл шоғын қояйық. Сол жерде көптеген гүлдер алып, өзіміз таратып береміз. Ағайындар келіп, гүл қойсаңыздар, өзіміздің көп екенімізді, бірге екенімізді, мықты екенімізді көрсетсек, батырдың ұрпағымыз деп ауылымызды толтырып айтатындай, бала-шағаларымызға сөйтіп айтатындай жағдайға жететін болсақ, өте жақсы болатын еді. Басқа айтарымыз болса, енді еркін азат халықпыз ғой. Бұғып өмір сүрмейік ағайын. Біз біреудің айдауымен жүретін халық емеспіз. Қай уақытта болсын біз кез келген тұсауды, кез келген қорғанды бұзып шыққан халықпыз. Біз бүгін күнде тағы да айта кететін жағдай, бүгін наразы халық бар ғой елімізде. Өйткені наразылыққа себеп болып отқан біздің елде әділетсіз басшылар бар. Біздің елде ешқандай да экономикалық дағдарыс жоқ. Біздің елде бір ғана дағдарыс, ол саяси дағдарыс. Біздің елде ұлтын ойлайтын, елін ойлайтын халықтың адамы жоқ болып тұр билікте. Аңғи қарынқан төбеттер тұр. Мен оларды қатты аяймын. Олар ертең мына әрекеттермен ешқандай да алғыс алмайды. Олар қарғыс алатын азаматтар. Астананың өзінде 18 белсендіні қамап тастапты қазіргі күнде. Алматының өзінен 4-5 азаматты қамады. Өскеменнен бір азаматымызды қамап отыр. Ол ешқандай мәселені шешпейді. Азат күнде сіздер бір барлығы жақсы, барлығы деп хабар КТК-дан халықты енді алдай алмайсыздар. Халық енді алданбайды. Ақылды халық, бұйыртса біздің халық ақылды болып келеді, саясатпен айналысып келе жатыр. Өйткені ақылды халық міндетті түрде ақымақ басшыларды билікке отырғызып, бұдан әрі қарай отыра алмайды. Міндетті түрде біз ақылды басшыларды өз билігімізге орнататын боламыз. Қазіргі мына жүргізіп жатқан, қазіргі биліктің жүргізіп жатқан соқыр саясатынан әрқайсымыз құрбанымыз осы соқыр саясаттың. Кез келген азаматымыз өз ойын, өз құқығын қорғау үшін ертең келіп, тәуелсіздік күні алаңға шығып, өз ойларыңызды айтуға және осы өз ойымызды басымызды қосуға
сіздерді алаңға келіп осы гүл шоғын қойып тағзым етуге шақырамыз. Күш бірлікте біз бейбітшілікті қалаймыз. Аспанымыз ашық болсын. Еліміз тұғырлы, тәуелсіздігіміз ғұмырлы болғай. Қазақ мәңгі жасасын. Тек алға. Алға. Аман болыңыздар.